әдебиетті оқу, иә, балалар, бүгінгі біздің сабағымыз өте ерекше болмақ, себебі біздің сабағымызда ерекше қонақтар бар. Ал ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы өткен сабағымыз туралы еске түсірейік. Иә, балалар, иә? Біз алдыңғы сабақта қандай үй тапсырмасын берді. Сол бойынша сендерге балалар зергерлік бұйымдар әдісі арқылы сендер бүгінгі үй тапсырмасын айтатын боласыңдар. Ендеше балалар сендерге бүгінгі үй тапсырмасын зергерлік бұйымдар әдісін сендерге таныстырып өтейін. Ендеше балалар, сендер осы қазақ халқының ұлттық дәстүрі бойынша біз қазақ қызы мен қазақ халқының жылқы атына байланысты әбзелдерді жабыстыру арқылы орындаймыз. Ендеше балалар, кәнекей балалар, үй тапсырмасын орындауға дайынсыздар ма? Иә! Ал кәнекей кім үй тапсырмасын? Ұлан келе ғой. Ұлан келе ғой. Кәнекей? Дауыста. Жылқыға қатысты бірнеше мақал мәтел айт. Иә, айта ғой. Жылқы ердің қанаты, жылқы малдың патшасы, жылқының сүті шекер, еті бал. Өте керемет. Қолдағы қандай әбзелдер көрсетіп жүрші? Үзеңгі. Тамаша. Кәнекей, үзеңгіні қайда орналастырамыз? Аттың аяғы жағына, иә, аяққа қойасыз. Өте керемет. Кәнекей, олар сені бағалап кетейін. Ат әбзелдері арқылы бағалау. Кәнекей, нұр-тілек келе ғой. Нұр-тілек келе ғой. Кәнекей, ат әбзелдерін аламыз ба? Иә. Тарылғы дегеніміз не? Айта ғой, тарылғы дегеніміз не екен? Тарылғы дегеніміз тарты. Ат? Ат әбзелдері. Ат әбзелдері. Ат әбзелдері. Иә, дұрыс айтасың. Өте тамаша, жарайсың. Кәнекей, қолындағы не екен? Жүген. Өте тамаша, дұрыс айтасың. Кәнекей, өз орнын тауып орналастыра ғой. Жүген қайда орналасады? Мінекей, жүгеннің жауабын алды. Нұрасыл келе ғой. Балалар, өте тамаша. Көде дегеніміз не? Не үшін пайдаланады? Көде дегеніміз не екен? Көде деген шөптің аты. Оны күні ұстау үшін пайдаланады. Иә, қолындағы қандай ат әбзелдер? Иә, орналастыра ғой оны. Жарайсыңдар, өте тамаша. Мінекей, саған да Дидардың тапсырмасын орындаған. Саған да бал берген. Әсемай, сабаққа қатысып, белсенді болып отырайық. Әсемай, келе ғой. Шара Жылқұлба кім? Шара Жылқұлба халық бишісіз әртіс. Шара Жылқұлба 1912 жылы туылып, 1991 жылы дүниеден өткен. Алматы қаласында туған. Ол 16 жасында биші қыз атанған. 1936 жылы Мәскеуде өткізілген қазақ би ұлттық мәдени шарасына қатысып, қазақ би өнерін дамытуға үлкен үлес қосқан. Өте тамаша, керемет, жарайсың. Қолындағы қандай әшекейлер екен? Қазақ қызының шаш бауы. Өте тамаша, қазақ қызының шаш бауы. Кәнекей, шаш бауды бағалап өтейік сенің шаш бауы арқылы. Келе ғой, көсердің келе ғой. Уақыт болып жатса, барлығынан сұрауға болады. Кәнекей. Мен де айтқан міне аламын мәтін мазмұнда. Бір күні адам атқа мінуді қалайды. Бірақ оның әкесі мен анасы оған
құлап қалушы едім ғой. Мен депті әкесі, мен атқа міне аламын, әке депті алам. Сонда сен атқа міне аласың ба? Құлап қалсаң ше депті. Мен құламаймын депті. Сосын біз сенің анаңды атқа мінуіңе қарсы болдық. Бірақ сен сонда да атқа міне алады екенсің. Тамаша, көрдіңдер ме? Алан деген қандай бала болып шықты? Қайсар. Иә, қайсар, өжет бала екен, иә? Қайсы қолда қандай зергерлік дейін? Сырға. Иә, қай сырғаны өз орнына орналастыра қой. Иә, өте тамаша. Келесі, Маулен келе дейді. Маулен келе қой. Жылдамда қайық балалар. Маулен, кәдімгі, Маулен. Келесі, сұраққа дайындалып отыратын тірегендер, кел. Аяғы келе қой. Алар мені армандады. Алар атқа мінуді армандады. Иә, қолда қандай ата бізе? Арман нені армандапты болар? Атқа мінуді. Тамаша, жарайсың. Кәнеке көсезімен жаңа саған бағалау әдісі бойынша бағалап өтейін. Кәнеке орналастыра қой, қамшы екен, иә? Тамаша. Қан аяғы? Қазақ халқының үш тиын ата. Көлемін қалдырып Өте тамаша. Қазақ халқының билері өте жақсы біледі екенсің. Келе ғой, орналастыра ғой. Қолда қандай бел екен? Сырға, орналастыра ғой. Жарайсың. Керемет, бұны саған да зергерлік бұйымдардан бағалау әдісі. Келесі бізде екі сұрақ қалды. Кәусар келе ғой. Кәусармен қорытындылайық балалар үй тапсырмасын. Кәусар жауап бере ғой, қалағаныңды алып. Мен де атқа мінемін. Аланның әңгімесі кімге қарсы айтылған? Алан машинға. Өте тамаша балалар. Алан машинға қарсы айтылған. Қолда қандай келмеді? Сырға. Иә, тамаша. Мінекей. Кәусар, келіне жауап берген үшін өз бағаңды ала қой. Балалар үй тапсырмасын. Өте тамаша орындап келіпсіңдер. Сендерге үлкен алғысымды айтамын. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды қарай жалғастыру үшін кәдімгі барлығын маған назар аударыңдаршы балалар. Кәдімгі барлықтарын маған қараңдар. Балалар, суреттен не көріп тұрсыңдар? Отық ойындарын көріп тұрсыңдар. Кім айтады балалар? Суретті пайдаланып, оларды андай ғой дейді. Кәдімгі кім айтады? Суретті кім айтады? Ерасың жауап берсін. Кәдімгі бірінші суреттен не көріп тұрсың? Иә, бес тас ойынын көріп тұрмыз. Келесі. Алихан жауап бере ғой. Иә, ақселек, көкселек ойынын көріп тұрсың, иә? Жарайсың, отыра ғой. Келесі. Актер жауап бере ғой. Иә? Қандай ойын? Балалар осы ойынды көбінесе ойнамайды қазір, иә балалар, иә? Аудар, спақ ойын, ақтеу, дамай біліп жүре ғой. Ендеше балалар, бүгінгі біздің оқу материалымызды жариялау үшін біз не көрдік тақтадан? Ұлттық ойындарын көрдік. Ендеше балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы ойнай білуде өнер, елестің ойыны, Оспақан Әубәкіров туралы жақсы мағлұмат білетін боламыз. Ал ендеше балалар, бүгінгі осы оқудағы мақсатымыз шығармаларды дауыстап, түсініп бөлге бөліп, мәнерлеп теріп оқу болады. Келесі мақсатымыз қолдануға, практикаға, бағалауға негізделген сұрақтарды қойып, сол сұрақтарға жауап беру болады. Ендеше балалар, елестің әңгімесіне байланысты біз теріп оқу әдісі арқылы